4 айдың 23-і 2024. Мен видеоға көп түспеймін, бірақ та бұл видео болашақта керек болатын шығар деген мақсатпен түсіріп жатырмын. Мен не деймін? Мен қобалжып тұрмын, өйткені білмеймін, өз-өзімді видео түсіре алмайды екенмін. Сонда да тырысып көрейін. Бүгін демалыс уақыты, ертең жұмыс. Менің жұмыс графикам, мынандай 2-2, бір күн ден, бір күн нош, және 2 күн демалам. Мысалы мен ноштан шыққаннан кейін азана кешке дейін ұйықтаймын. Кейін келесі күні, яғни бір күн демалыста тоже мүмкін ұйықтармын, мүмкін үйде жай ғана кино көріп отырармын. Бірақ ол үлкен қателік, мен оны түсінемін, жүрегім сезеді. Бүгін мен өз-өзімді қолға алып, шамалы болса да таза ауа жұтып, тауға шығып, жақсы нәтижеге жетсем деген кішкене арман тілегім пайда болды. Болашақта бұлай жүре бергім келмейді. Сол үшін мен қазірден бастап өмірімді жақсы жаққа өзгерткім келеді. Жақсы жұмыс орын, немесе өзім қалаған жақсы бизнес план жасап, болашақта өз-өзімді қамтамасыз ете алатындай ақша тапқым келеді. Ақша негізі қолдың кірі дейді. Ақша адамды ойын құртады дейді. Мен оған келіспеймін. Ақша ол бағытқа жетелейтін басты құрал деп есептеймін. Мен, қысқаша айтқан кезде 1 жыл колледжде оқыдым, 4 жыл универде оқыдым. Осы жылы тағы да универде оқып жатырмын. Бұйырса осы жылы бітіремін. Мен қуанамын, себебі мен көп адамдармен араласып, жақсы достар таптым. Бірақ мен оны өзі маған аздық қылатын сияқты. Білмеймін. Болашақта көп нәтижеге жеткім келеді. Мен қобалжимын, қорқамын. Қорқыныш бар енді, бірақ мен білмеймін. Мен не деймін? Білмеймін. Кітапты да көп оқымаймын. Тіл байлығым да бір төмендеп барады. Сол. Енді мен әр басқан қадамымды видео түсірмесем де, арасында видеоға түсіріп, өз-өзімді болашақта көремін. Және мен өзімді дамытамын. Рахмет.